Қайырлы күн, әріптестер. Мен Амангелді жалпы білім беретін мектебінің музыка пәні мұғалімі Ержігітова Айткүл Сабырқызы. Бүгінгі семинарға дайындаған баяндамам тақырыбы дарынды оқушы мұғалім жетістігінің рухани болмысы. Ұстазы мықты елдің ұстанымы мықты болады дейді халық даналығы. Бүгінгі заман талабы білімді де білікті, өздігінен тығырықтан шығуға жол таба білетін, өмірге икемді тұлғаны тәрбиелеуді қажет етеді. Заманауи мектепті жаңарту бағыттарының бірі дарынды балалармен жұмыс. Біздер мұғалімдер сонымен бірге қазақ халқының болашағы, еліміз үміт артатын, халық болашағын ойлайтын қабілетті жастарды дайындау бірден бір алғышарттағы мақсаттарымыздың негізі. Дарындылыққа байланысты көкейкесті сан қилы сұрақтар бар. Дарындылық, данышпандылық, қабілеттілік дегеніміз не? Дарындылықтың пайда болу негізінде қандай себеп жатыр? Тұқым қуалаушылық па, әлде тәрбие ме? Оқушы дарындылығын, оның әлеуетті қабілетті қалай анықтауға болады? Дарындылықты анықтайтын психодиагностикалық әдістемелердің қайсысы нәтижелірек? Дарынды оқушыны дарынды ұстаз ғана дайындай алады. Оқушы дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы ұстаздың және мектеп басшыларының тұлғалық қасиеттеріне, кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты. Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асырылады. Дарынды оқушы бұл жақсы оқитын оқушы ма? Бұл пікірді белгілі ағылшын психологы Торренс зерттеп, шындығында бұл пікірдің ұстаздар қауымы арасында жиі келісетінін дәлелдеді. Дегенмен Торренстің пайымдауы бойынша мұғалімге көп қисынсыз сұрақ қоятын, көбіне түсінбеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге өз көзқарасы бар, яғни дәл осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететінін айқындаған. Сондықтан осы қағиданы естен шығармаған жөн. Талантты және дарынды балаларды анықтау күрделі жұмыс. Талантты және дарынды балалар кімдер? Олар несімен ерекшеленеді деп көп толғандым. Алайда мектепте жұмыс атқарып келгеннен бері көз алдымда талай баланы отырып, білім алғандарын ескерсем, талантты және дарынды балалар болатынына көзім жетті. Жалпы дарындылық дегеніміз адам психикасының өмір бойы жүйелі түрде дамып, басқалармен салыстырғанда адамның бір немесе бірнеше іс-әрекет төңірегінде әдеттен тыс сирек кездесетін жоғарғы нәтижеге жету мүмкіндігі. Дарындылық үш түрге бөлінеді: интеллектуалдық дарындылық, академиялық дарындылық және шығармашылық дарындылық. Мен өзім музыка пәні мұғалімі болғандықтан, осы шығармашылық дарындылыққа тоқталғым келіп отыр. Жалпы дарынды баланың мінез құлқындағы ерекшеліктер, іс-әрекетінің өзіндік стратегиялық ерекшеліктері бар оқушы кез келген іс-әрекетті өзінше орындай алады. Кез келген қиын істен жеңілді, ал жеңілден қиынды көру ерекшелігімен дараланады. Дарынды оқушымен жұмыс жүргізуді неден бастау қажет? Бірінші кезең дарынды оқушыны анықтау, екінші кезең дарынды оқушылардың бойындағы ерекшеліктерді білу қажеттілігін туындайды. Үшінші кезең ой өрісін дамыта түсу үшін жұмыс жүйесін құру. Төртінші кезең дарынды оқушылармен жекелеген жұмыстар жүргізу. Осы бағытта дарынды оқушылармен жұмыс жасайтын мектеп жанынан құралған жас талант вокал үйірмесімен және Гүлдера би үйірмесіне жетекшілік етіп келемін. Енді осы жас талант және Гүлдера би үйірмесінің дарынды оқушылармен жасалатын жұмыс түрлері: дарынды оқушыларды ән және би үйірмелеріне тарту, өнерге баулу мақсатында үлкен сахналарға дайындау, мектепшілік, аудандық өнер конкурстарына қатыстыру арқылы дарынды оқушылардың таланттарын шыңдау және оларды облыстық, республикалық, халықаралық деңгейге дейін жеткізу. Дарынды оқушылардың арасында өнер байқауларын ұйымдастыру. Төмендегі жұмыс түрлерін жүйелі жүргізу арқылы мақсатты түрде Гүлдера би үйірмесі және жас талант вокал үйірмесі арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізіп келемін. Атап айтсам, дарынды және талантты шәкірттерімнің бірі Қапсалықова Ақгүл, облыстық Махамбет оқулары байқауының 2-ші орын иегері, халықаралық талантты Қазақстан өнер фестивалі гран-при иегері, әнші, домбырашы. Және тағы бір талантты оқушының бірі Есетова Ғанибет Талғатқызы, аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық өнер байқауларының жүлдегері, домбырашы және дәстүрлі әнші. Аудандық Абай оқуы, Махамбет оқуы, Ілияс оқулары байқауларының бас жүлде иегері, облыстық Грани таланты өнер байқауының 1-ші орын иегері, республикалық Нұрталап өнер байқауының 1-ші орын иегері және халықаралық талантты Қазақстан фестивалі дәстүрлі ән номинациясы бойынша гран-при иегері. Келесі Гүлдера би тобының жетістіктері:
Аймақтық торғай өнері шығармашылық байқауының 2-ші орын иегері, облыстық Армандастар балалар шығармашылық фестивалінің 3-ші орын иегері, аудандық кезеңі бойынша гран-при. Республикалық өнер қырандары байқауы 1-ші орын, халықаралық талантты Қазақстан конкурс фестивалі 2-ші орын және халықаралық Звезда удачи конкурс фестивалінің 2-ші орын иегерлері. Жан-жақты дамыған дарынды балаларды тәрбиелеу күрделі үдеріс. Әрбір дарынды оқушыға жеке тұлға ретінде қарап, оның бойындағы ерекше қасиеттерін ажырата біліп, қабілетін дамыта отырып тәрбиелеу дарынды мұғалімнің алдындағы басты міндет. Қорыта келе, дарындылық бір адамның басқа бір адамнан, бір тұлғаның басқа бір тұлғадан айырмашылығын, өзіне тән ерекшелігін сипаттайды. Оқушының дарындылығы, даралығы, оның жан-жақты талантты терең білімдарлығы, көзқарасының ауқымдығы, қоршаған ортасына деген ерекше қатынасы. Себебі дарынды оқушы мұғалім жетістігінің рухани болмысы. Өз тәжірибемде дарынды оқушыларды жан-жақты өнерге баулау мақсатында жас талант культура үйірме жұмыстарында жоспарлы түрде жұмыс жүргізу арқылы дарынды оқушылар қатарын көбейтіп, түрлі байқауларда нәтижелі, жүлделі орындарға қол жеткізіп келемін. Ол мен үшін мектеп, аудан абыройы деп білемін. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі сіздерге осы дарынды шәкірт тәрбиелеудегі жұмысымның бір саласы эссе жазуға байланысты. Эссе жазу барлық жерде қолданылады, қазақ тілі пән мұғалімдерінде. Ол пән олимпиадасында да, ол жаңағы эссе жарыстарында да қолданылады. Халқымыздың ұлттық мәдениетінің кең өріс алып дамуына әсерін тигізетін, оқушыны дұрыс та шешен сөйлеп, сауатты ой тұжырымдауға үйрететін біз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері. Мұғалім алдына келген оқушылардың қандай қабілеті барын сабақ барысында бақылай алады. Мысалы, бір бала, естіліп тұр ма? Бір бала тез жазса, бір бала қатемен жазса да, әріптерін әдемі, көркем жазады. Енді бір бала кітап оқуға шалағай болса да, жаттыққа мәнерлеп айтуға шебер болады. Міне, осы алдымызға келген баланың осындай әрбір қырын танып, мәдақтап отырған жөн. Мысалы, сен мәнерлеп жақсы айтады екенсің. Мына өлеңді жаттап келші, ертең оқушыларға жаттап оқып берші десең, баланы бір жағынан мадақтайсың, екінші жағынан тапсырманы орындауға тырысып, бір мұғалім мен оқушының арасында жақсы бір қарым-қатынас орнайды. Манағы тапсырманы орындауға деген құлшынысы оның күнделікті дағдысына айналады. Енді эссе жазуда бір оқушы шалқыған көл-көсір ойы болса да, емледен қате жібереді. Сол кезде біздің мұғалімдердің басты міндеті төменгі сыныпта өткен ережені бір рет қайталатып жіберсе, ереже бойынша жаттығу тапсырмаларын берсек, бала сауатты жазуға дағдыланады. Өйткені баланың аты бала, қанша дегенмен ережені ұмытады, қателік жібереді. Эссе жазу үшін оқушы ажырата алу керек. Эссе дегеніміз не, шығарма дегеніміз не? Эсседе автордың өзінің жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін екенін ұғындыруымыз керек әуелі. Содан кейін 5-6 сыныптарда әдебиет сабақтарында біз әңгіме, өлең құрастыру, өлеңді қара сөзге айналдыру, сурет бойынша әңгіме сияқты жұмыстар жүргіземіз. Мынау қазіргі оқулықтарды ашып қарап отырсаңыздар, Попс формуласы 4 сөйлем әдісі көп қолданылады. Ал осы Попс формуласын дұрыс қолданатын болсақ, эссенің жаңағы негізгі бөлімі, кіріспе бөлімі және қорытынды бөлімдері дұрыс жазылады екен. Бұны мен өзім тәжірибеден бақылап отырмын. Эссені бірден жазуға бала керемет қабілетті болмайды ғой. Сол сияқты баланың да ойын білу үшін, мысалы, дербес пікір жақсы. Мысалы, егер мен Жиенбек сияқты есім хан дәуірінде өмір сүрсем не істер едім деген сияқты сұрақты тастасаңыз, баланың бірінші ауызша пікірі қалыптасады. Содан кейін барып оны жаңағы түрлі әдістер арқылы жазбаша түсіруге болады. Енді 10-11 сыныптарда түрлі жаттығулар бар, оқулықта қарап отырсаңыздар. Үзінділер берілген, сол үзінділерді жаттатып, ана оралымды ойларды төл сөзге айналдыруға тапсырма беріп отырамын. Осы арқылы, мысалы, балалардың сауаттылықтары тексеріледі. Мәтінді ауызша баяндату арқылы оқушылардың сөйлеу тіл шеберлігі қалыптасады. Барлығыңызда осы қарап отырсаңыздар,
бізде оқу бағдарламасында эссеге қатысты оқу мақсаттары берілген. Мысалы 5-ші сыныптан бастап, мына төменгі сыныпта оқиғаны жай ғана сипаттап, суреттеп жазуды үйренеді. Ал 6-ші сыныпта келісу, келіспеу эссесін жазады. 7-ші сыныпта жаңа дискурсивті эссе жазуға үйренеді. 8-ші, 9-ші сыныптарда бірте-бірте күрделеніп, аргументативті эссе жазуға үйренеді балалар. Енді әр баланың ынта ықыласын, өмірлік білімділік қабілетін, әр баланың бойында қандай қабілеті барын бақылап, үнемі ұқыптылыққа тәрбиелеп отыруымыз керек. 5-ші сыныпқа келген баладан бастап, осы ұзақ жыл жұмыс істейміз, 10-ші сыныпқа дейін, 11-ші сыныпқа дейін, сонда баланы ең бірінші жаңағы сұрақ мінездеме жазу, хабарлама жазудан бастасақ, жаңағы үлкен эссеге жазуға дайындықтың баспалдағы болып табылады. Енді эссе жазуда жалаң тілмен тағы жазылмайтыны ол белгілі. Сондықтан кітапханаға барып, кітап ал деп біз көбінесе бағыт-бағдар береміз. Енді тағы да сол осылай тағы жалаң айта салсақ, тағы мұғалім қателеседі. Ол қандай кітап алады, қай кітапты оқиды, не жазады, бала біле қойса жақсы, енді білмей қалса, келесі күні тапсырмамыз тағы орындалмай келеді. Сондықтан мына слайдта мен көбінесе жеке оқушылармен жаңа кітапханадан әуелі жаңадан келген түскен кітаптарды өзім оқимын, қажеттісін, соны балаға ұсынып отырамын. Жазуға, яғни эссе жазуға бірінші дайындық ол сабақ үстінде, мінекей екінші кітапқа оқуға ұмтылдыруымыз керек. Үшінші дайындық бұл үйірмеде. Үйірме жұмыстарында өзі жақсы жазуға қабілеті бар балалар іріктеледі ғой. Үйірме көркем жазудың қыр-сырымен келеді. Мына көркемдегіш сөздерді қалай керек, қай жерде өткіздірді. Жазба жұмысы дәптерге түскенде тек қана сауатты емес, сонымен бірге ой тереңдігі мен қатар сөздің сұлулығы да қоса өріліп түсіріп отыру керек. Үйірмеде балалар тақырып ұсынамыз, ол тақырыпты әуелі талдап аламыз, одан кейін мәтін ұсынамыз, ол мәтін бойынша оны талдап алғаннан кейін өзіміз шимай мәтін жазамыз, шимай нұсқасын. Одан кейін оны дұрыстап, ең соңында таза нұсқасын жазуға үйретемін. Балалар абзацтың не екенін ажырата алу керек. Үйірмеде осындай жұмыстар жүргізіледі. Енді эссеге жазудың тағы бір баспалдағы үйретуге. Бұл үзілісте де оқушылардың тілін дамыту мұғалімнің шеберлігі болып табылады. Мысалы, ұзақ үзілістерде оқушының жаңа тілін дамыту үшін кез келген суретті аламын. Мысалы, тұрақты сөз тіркесіне байланысты суреттерді аламын да, сол суреттер бойынша оқушылар тұрақты сөз тіркесін табады. Алдарыңыздағы берген суретте сол менің жұмысымның бір үзіндісі ғана. Сол тұрақты сөз тіркесін табады және оның қандай мағына беретінін бізге түсіндіріп береді. Яғни бұл балалардың үзілісті тиімді пайдалануына да жақсы әдіс тәсіл болып табылады. Енді эссе жазудан қазір мен қандай нәтижеге қол жеткіздім? Эссе жазу абай оқуларында, мысалы осыған дейін соңғы 5 жылдығына алатын болсам, облыстық абай оқуында эссе жазу бойынша 2 орын алдым, республика бойынша 1 орын алдым. Оның өзі бірінші орын. Эссе байқауларында облыс бойынша 1, республика бойынша тағы да 2 орын бар. Жарқын болашақта осы эссе номинациясы бойынша облыстан 3 рет, республикадан 1 рет нәтиже көрсеттік. Ақберенде республикадан 2 рет, және ол 1-ші, 3-ші орындар. Пән олимпиадаларында облыстық қазір соңғы 5 жылдықта 5 орын бар, сосын республикадан 1 рет орнымыз бар. Бұның барлығы сол мұғалімнің жаңағыдай үздіксіз жұмысының нәтижесі деп ойлаймын. Сонда эссеге жазу тек ол жаңағы белгілі бір сабақта ғана емес, сабақта, кітапханада, үзілісте, үйірмеде жүзеге асады. Жұмысым аяқталды, сұрақтарыңыз болса? Менің бүгінгі алып келген тақырыбым дарынды ұрпақ ұлт болашағы. Мақсатым заман талабына сай бәсекеге қабілетті, іскер, өнерге, білімге, шығармашылық жұмыстарға бейімі бар жеке тұлғаны қалыптастыру. Тегінде адам баласын ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттермен озады деген ұлағай.
Ұлы ақын сөзі еш уақытта өз мәнін жоғалтқан емес. Озық ойлы, білімдар адамдар заманның дамуына өз үлесін қосады. Дарынды жас талапты жастар бүгінгі егеменді еліміздің жарқын болашағы. Дарынды ұстаздан дарынды шәкірт шығады демекші, дарынды оқушылардың көп болуы шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұстаздарға байланысты. Дарындылықты данышпандылыққа айналдыру үшін қажымай қалмай еңбектену қажет. Әр ұстаз алдында отырған шәкірттің табиғи дарынын танып, оны одан әрі дамытуға күш жұмсауы керек. Осы мақсаттар мен міндеттерді орындау мақсатта мынандай жұмыс түрлерін қолданды. Дарынды оқушылардың қызығушылықтарын анықтау, қызығушылықтарына байланысты оқу жоспарын құру, дарынды оқушылардың өзінің жұмысын, өзінің жоспарын, шешімін қабылдау, ықпал ету. Сабақтан тыс мезгілде жүргізілетін жұмыстарға, пәндік олимпиада, ғылыми конференцияға, шығармашылық байқауларға жыл бойы жоспарлы түрде жүргізіліп келеді. Бұлақ көрсең көзіңді аш деген ұлағатты сөзге сүйеніп, бар мүмкіндікті пайдаланып, баланың қабілетін ашу мұғалімнің міндеті. Осы міндеттерді басшылыққа ала отырып, Күнгейші жалпы білім беретін мектебінде дарынды оқушылар баршылық. Атап айтатын болсам, Құса Ақерке аудандық жас ақындар мүшәйрасының 2 орын иегері. Облыстық Жамбыл Жабаевтың авторлық өлеңдер сайысының 2-ші орын жүлдегері. Мұқағали мақатта өткізілген ақын бас жүлде иегері. Оқу үздігі сыныбының көшбасшысы. Қонысбек Ақгүлім дарынды оқушыларымыздың бірі. Мектепте ұланғасының жарқын болашақ пән олимпиадасының жүлдегері. Көркем сөз оқушымыз Барды. Түркалық Абай оқу байқауының жеңімпазы Ілияс оқушының 3-ші орын иегері. Одан дарынды оқушыларымыздың бірі жаңағы Қожанова Айжан биыл болған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылына толуына орай жыр мүшәйрасында Қожанова Айжан қатысып, жүлделі бірінші иеленді. Одан кейін дарынды оқушыларымыздың бірі Балғабай Бибарыс, математика пәнін терең меңгерген, аудандық Махамбет оқуының жүлдегері, аудандық жас қанат қазақша күрес үйірмесінің белді мүшесі, өз салмағы бойынша аудандық облыстық кезеңдерге қатынасып, бірнеше жүлделі орындар алып жүрген оқушыларымыздың бірі. Дарынды оқушыларымыздың бірі 8-ші сынып оқушысы Мұхамбетқалиева Елнура, мектебімізге жан-жақты оқушы, оқу үздігі, Айқанат пән олимпиадасының жеңімпазы, ақындық қабілеті бар, облыстық жасөспірімдер арасында өткен 9 балалар ойынының жеңімпазы. Абай әлематты республикалық жас ақындар мүшәйрасының 2-ші орын иегері. Дарынды оқушылармен жұмыс жасау ізденімпаздықты, еңбекқорлықты талап етеді. Оқушылардың шығармашылыққа баулу, дарынды балаларды іздеу, оларды оқыту мен тәрбиелеу қоғам үшін бүгіндіктерге өте қажет. Дарынды ұстаздан дарынды шәкірт шығады демекші, дарынды оқушылардың көп болуы шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұстазға байланысты деп ойлаймын. Дарынды оқушылардың басты мақсаты өнерге, білімге ұмтылу, өзін-өзі тануы, оның ішінде өзіне ізденуі, оқушылардың дарындылығын, қабілетін, білімін, ынта-жігерін дамытуға арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша дарынды балалармен жүргізетін жұмыстардың жоспарын жасадым. Жоспардың ішінде пән бойынша олимпиадалар қосылған, тесттер, үйірме жұмысына тапсырмаларды қамтылған. Дарынды баланың жасаған жұмысына қолдау көрсету, оның болашағына ерекше әсер етеді. Яғни дарынды балаларға қолдау көрсету жаңағы пән мұғалімдерінің басты міндеті деп ойлаймын. Дарынды оқушылармен жұмыс жүргізу барысында әдеби үйірме әдісі бойынша берілген тақырыптарды оқып, талдау жұмыстарын өткізгеннен кейін топқа бөліп жұмыс жасаймыз. Осы әдіс тәсілдер жақсы деп ойлаймыз, дарынды балалармен жұмыс жасағанда. Бұл әдіс оқығанын саналы түсінуге, өз ойын басшылыққа алуға, өз ойын жете айта білуге, тіл байлығын молайтуға үйрететін ұтымды әдіс. Екінші пайдаланатын әдіс тәсілдеріміз пікір алысу. Яғни оқушылар бір қорытындыға керекті мәселеге байланысты пікір алыстырса, дөңгелек үстел басында пікір талас ашық алаң, диспуттар қолдануға болады.
яғни осы жаңағы пікірталас кезінде дарынды бала өзі дараланып, топтың ішінде көшбасшысы бола алады. Өз көзқарасын дамытуға, өзгені құрметтеуге үйретеді. Енді осы әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы мен оқушылардың көптеген жетістіктері жетіп отыр, сіздерге айтып кеттім. Енді сөзімді қорытындылай келе, 21 ғасыр білімділер ғасыры ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте де есімізден шығармауымыз керек. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.